Дәл осындай керемет болып пісетін творожный пончиктер дайындаймыз. Қыздар, ендеше менімен бірге кірсіңіздер. Үйде балаларыңыз творогты жемей қойса, осылай керемет пончик дайындап тастаңыздар, жеп қояды. Осылай менде үйде қалып қойған творогтарымның екеуін де салып жібердім. 2 дана жұмыртқаны үстінен саламыз. Сосын 4 қасық мінекей құмшекер, қаласаңыз 3 қасық салыңыз. Осылай дәмдірек болсын деп 4 қасық салдым. Блендермен осылай жақсылап езіп аламыз. Осылай 3 ас қасық қаймақ салып аламыз. Қаймағымызды бір араластырып аламыз да, үстінен қопсытқыш саламыз, қыздар. 1 чайный ложка салсақ жетеді. Оны да жақсылап араластырып, дәл осылай енді ұнымызды саламыз. Мінекей, ақырында осылай араластырып аламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Ендігі кезек дәл осылай қолымызды кішкене майлап жіберіп, осылай дөңгелек пішінде келтіріп аламыз. Майымызды міндетті түрде жай отпен қыздырып аламыз, қыздар. Қатты отпен қыздырмаймыз. Жай отпен қызып тұрған майдың үстінен дәл осы дөңгелек пончиктерімізді салып қуырып аламыз. Оны аударып керек емес, пончиктер өздерін аударып, осылай дөңгеленіп, өздері доп-домалақ болып, керемет болып піседі. Қараңыздар, өздерін дөңгелетіп, осылай қызарып пісіп жатыр. Қыздар, міндетті түрде жай отпен пісіреміз, өйткені ортасы бізге пісу керек. Дәмі өте керемет. Енді қыздар, жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығатын осындай керемет пончиктер. Қараңыздар, міне ортасы піспей қалады емес, дәл осындай керемет болып піседі. Менің каналыма тіркеліңіздер.